Кім ауру себепті, немесе ауру себепті қыблаға қарай алмаса, немесе ауру себепті көліктен түсе алмаса, немесе көліктен түсіп намаз оқитын дұшпан күтіп тұр. Не істейді? Фақиблатуху джихату қудра, шамасы келген тарап оның несі қыбласы болып есептеледі. Ауру адам жатыр да шалқасының. Оңына қыбла қарайын десе қарай алмайды, зиян береді. Не істейді? Жатып сөйтіп оқи береді. Немесе қазір қимылдайын десе дұшпан тұрды, снайпермен күтіп тұрды мысалға. Қимылдатпаса атып түсірейін деп тұр. Не істейді? Амал жоқ. Сол қалай жатыр, сөйтіп намаз оқиды, немесе қалай отыр, сөйтіп намаз оқи береді. Енді мынандай мәселе, кім қыбланың қай жақта екендігін білмей қалса дейді. Немесе қыбла оған түсініксіз болып қалса, қай жерде екен. Бір сапарға бардыңыз, қыбла таппай жатсыз. Бұрынғы қазіргідей не жоқ, телефон жоқ деп айтайық мысалға. Ешкім жоқ сұрайын десеңіз. Білетін адам жоқ, немесе сол мекеннің тұрғылықты адамдар ешқайсысы жоқ қасыңызда. Немесе михраб та жоқ та, бір мешітке қарап бүйтіп михраб біліп алатындай. Тахарра, не істейді? Шамамен осы қыбла-ау деп не істейді? Қыбланы іздеп табады өзінің есімі ждахатымен. Кейін намаз оқиды. Енді осы әрекет етіп намаз оқып болғаннан кейін қыбланың басқа тарапта екенін біліп жатса, намазды қайта оқымайды. Қайта оқымайды. Мысалға сіз сапарға шықтыңыз, жолда тоқтадыңыз көлікпен. Ешкім жоқ қасыңызда сұрайтын. Біреудің барып есігін қағу шарт емес бар. Қыбла қайда деп ше. Жоқ, қасыңызда ешкім болмаса не істейсіз? Әрекет жасайсыз. Қыбла шамамен осы болу керек дейсіз да, әрекет жасап, Аллаху акбар намаз бастадыңыз. Намаз оқып болғаннан кейін қарасаңыз, негізі қыбла былайда оңтүстік жақта мысалға. Сіз батысқа қарап оқыдыңыз. Қайта намаз оқымайсыз. Енді сізді қараңыз, әрекет жасап бастадыңыз бағана. Қыбла осы-ау дедіңіз да, Аллаху акбар деп бастадыңыз. Бірінші рекат оқып болдыңыз, екінші рекатта есіңізге түсті, негізі қыбла мына жақта болу керек те, негізі ауысты да сіздің пікіріңіз. Естейсіз, намаздың үстінде тұрып оң жаққа бұрылып намазын жалғастыра бересіз. Намаз, алдыңғы намаз бұзылмайды бас жақ. Бұл мәселе қазір ғана айтқан, бұл егер сіз әрекет жасап бастасаңыз. Ал егер сіз тарс көз жұмып Аллаху акбар деп бастап кетсеңіз, әрекет жасаған жоқ, іздеген жоқсыз да, Аллаху акбар деп бастап кеттіңіз. Намаз оқып болғаннан кейін дөп түскеніңізді біліп жатсаңыз, намазыңыз дұрыс. Намаз оқып болғаннан кейін сіз дөп түскеніңізді қараңыз. Намаз оқып болғаннан кейін дөп түскеніңізді біліп жатсаңыз, намазыңыз дұрыс дедік. Ал енді білмесеңіз, намазыңыз дұрыс емес. Білмей жатсаңыз, дұрыс болды ма екен осы намаз, дұрыс болмады, мен қыблаға жүзденбедім ба десеңіз, онда намазыңыз дұрыс емес. Ал намаздың ішінде біліп жатсаңыз, тіпті дөп түскеніңізді де намазыңыз автомат түрде бұзылады, ішінде білсеңіз. Не істейсіз? Басынан бастайсыз намазды.